Дастархан жасаған уақытта мен де ғана емес деп ойлаймын. Не салат жасасам екен деп басымыз қататын Россия. Сол кезде мына салатты жасаңыздар, өйткені өте тойымды, дастарханда әдемі көрінеді және де ең бастысы пайдалы салат. Алдымен свекланы біз қайнатуға қоямыз, суын толтырып, одан кейін 4 картошканы жақсылап ашып, жуып аламыз да осындай теркадан өткіземіз. Қыздар, ұзын емес, қысқа емес, орташа размерде осылай өткізу қажет. Барлығын біркелкі етіп өткізіп аламыз. Негізі мұндай терка болмаса, кәдімгі сәбіз өткізетін теркадан, кішкентай теркадан да өткізе бересіздер. Мұздай суға жуу керек. Сол кезде крахмалын бәрін шығарып аламыз. 4-5 мәрте жуыңыздар. Мен 4 мәрте жуғаннан кейін осындай крахмалдары жоқ, тап-таза картошка болды. Крахмалдан таза тазартылған картошка қуырылған кезде бір-біріне жабыспай, шашырап әдемі болып піседі. Енді мен осындай бумажный салфетка төседім. Сіздер кәдімгі сүлгі немесе майлық төсеп, осылай үстіне қойып шықсаңыздар болады. Бұл кептіру үшін, жаңағы суы кету үшін, сол кезде жаңағы айтқанымдай әдемі болып шығады. Бұл енді кепкеннен кейін майымызды қыздырып аламыз да саламыз. Осылай бұж етіп осы бұжылдаған басылған кезде аппақ-аппақ осындай қатты қызартпай ала береміз, қыздар. Бұл өте тез піседі. Енді біздің картофель пайымыз дайын, салатты жинасақ болады. Піскен свекламызды соломка етіп тураймыз. Барлық затымен соломка етіп турадым. Егер қаласаңыздар, негізі 4 бұрышты етіп турасаңыздар болады. Бірақ картофель пайға ұқсасын деп барлығын соломка етіп турадым. Одан кейін қайнатылған жұмыртқаны, осы жерде бір совет айта кетейін, жұмыртқаны тез-тез істеу керек болса, омлет ретінде қуырып қолдансаңыздар да болады. Дәл осылай ұзынша-ұзынша тураймыз бұны да. Қыздар, осындай оңай салат, оңай рецепттер іздеп жүрген болсаңыз, менің арнама міндетті түрде жазылып алыңыз. Мен арнамда осындай сіздерге қажетті оңай рецепттер, лайфхактармен бөлісіп отыратын боламын. Енді бұның үстіне свекламен жұмыртқаның үстіне жаңа картофель пайдың барлығын қоспаймыз. Бетіне салатындай алып қалып, қалғанын қосамыз. Кейін үстіне кәдімгі кукуруза және де кішігірім тұзбен майонез салып, жақсылап араластырып аламыз, қыздар. Қыздар, свекланың пайдасын мен айтпасам да білетін шығарсыздар, иә. Мына салатқа қосылғаннан кейін свекланың дәмі де кәдімгі әдемі үйлеседі екен. Даже тіптен свекла жемейтін кішкентай балдардың өзі свекланы жейді. Сондықтан пайдалы салатты бала-шағаға жасап беруге кеңес берер едім, қыздар. Осымен біздің салатымыз дайын. Әдемі етіп, тарелкаларға салып ұсына берсек болады. Мен осылай просто салып, үстіне жаңа картофель пайды қойдым. Сіздер қаласаңыздар, кәдімгі формалармен домалақ қойып, жүрекше қойып істеп тарта берсеңіздер болады. Маңыздысы ең әдемі әрі тойымды салат, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер және видео ұнаса коммент жазып лайк басып кетіңіздер.